Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli bауырлар. Tajvid dərslərin, arabça oxu dərslərini aralıq жалғастырамыз. Өткен дәрісте Хамза деген тақырыпты өткен болатынбыз. Баршаңызға түсінікті болды деп ойлаймыз. Бүгінгі тақырып әл-артикль тақырыбы. Әл-артикль деген не екенін иншалла қазір түсіндіруге тырысамыз. Шамамыз жеткенше, түсініксіз болса сұраңыздар. Жалпы әл-артикль сөздерінің, араб сөздерінің алдында кейде, араб сөздерінің кейде алдында әл-артикль білдіруші, нақтаушы әріп қосылып жазылады дейді. Араб сөздерінің деген сөз есім сөздерінің. Заттың атаулары, дін, көйлек, інжір, ай, сабыр сақтаушы, қарсылас, медицина, көр, ашық айқын көрінуші, түн, нұр, сәлем, күйеу, мейірімді, еске алу, зікір деген сияқты. Бұл сөздердің барлығы есім сөздер ғой, заттың бірдеңенің атаулары. Міне осындай сөздердің барлығына әлиф-лам қосылады дейді. Әл әріптерінің сөз алдында келуіне байланысты ләм әріпінің оқылып оқылмауы, яғни оқылып оқылмауы деген сөз, әл артикль жаңағындай сөздерге қосылған кезде кейде оқылады әл деп та, кей кезде деп оқылады да ләм оқылмай қалады деген. Соны айтады. Оқылып оқылмау тұрғысынан араб әріптері шәмсия, қамария болып бөлінеді. Мына шәмсия әріптеріне әлиф-лам қосылса оқылмай қалады да, қамария әріптеріне әлиф-лам қосылса оқылады. Шәмсия әріптері мыналар. Мына тә әріпімен қандай бір сөз тә әріпімен басталса, және де ол тә әріпімен басталған сөзге на жағынан әл деп қосылса, ләм оқылмай қалады. Сәға да ләм оқылмайды, дәл, наның барлығына ләм оқылмай қалады. Яғни мысалға міне тә әріпі. Тин деп тұр ғой, міне т деп тиннен басталып тұр. Оған тинун дегенге әлді қосып, әттину деп әл тину деп айта алмайсыз да, оны ләм оқылмай қалады өйткені тәға қосылса. Сонда ол әл тину болмайды да, ол әт тину болады. Яғни бұл жерде ешқандай философиясы жоқ. Өздеріңіз қиындатпай қойыңыздар. Бұл жерде айтып отқаны, егер сөз тә әріпімен басталса, және де сол тә әріпімен басталған сөзге әлиф-лам әл деген нәрсе қосылса, сол әл деген қосылған нәрсенің ләмі оқылмай қалады деп отыр, болды. Әл тину болмайды да, әт тину болады. Сол ғана не айтып отқаны. Кейбір кісілер өз-өзіне қиындап жүреді, мынаны түсінбей отырады, артынан бір керемет бір сөз айтады деп күтіп отыра ма, білмедім. Бұл жерде айтып отқаны жай ғана мына әріптермен қандай бір сөз мына әріптермен басталса, яғни тә, сә, дәл, зәл, ро, зә, синдермен, әйтеуір қандай бір сөз осы әріптермен басталса, және де ол осы әріптермен басталған сөзге әлиф, ләм, әл деген нәрсе қосылса, оның ләмі оқылмай қалады да, мына әріптер шәддәлі болып кетеді деп отыр, болды. Мына жерде мысалдар көп. Сиябун дегенге әлді қоссаңыз, әл сия болмайды да, әс сия болып ләм оқылмай қалады. Өйткені мына әріптердің барлығы шәмсия деген әріптер. Шәмсия әріптеріне әлиф ләм қосылса, ләм оқылмай қалады да, мына әріптерге өтіп кетеді. Мына әріптер шәддәлі болып кетеді. Өйткені шәмс деген сөз күн деген сөз. Күннің әріптері, мысал келтірейік сізге, күннің әріптері, күн деген ыстық нәрсе, сондықтан күннің ыстық әріптері әлиф ләм қосылған кезде ләмді күйдіріп жіберіп оқылмай қалады деп түсінсеңіз болады. Мысалға, бізге бұрын ұстазымыз мешітте солай түсіндіретін еді. Сондай мысалмен түсініп алған еді. Енді мысалға, тинун болма әттину болады, сиябун болма әс-сиябу, динун әд-дину, зикрун әз-зикру, рахимун әр-рахиму. Бұл әл-рахиму, әл-зикру, әл-дину, әл-сиябу деп оқылмайды. Ләм оқылмайды нәжде ешқашан. Әс-сиябу, әд-дину, әз-зикру, әр-рахиму, зәуджун, әз-зәуджу болады. Әл дегеннің ләм оқылмай қалады. Сәләмун, әс-сәләму болады. Нурун, ән-нуру болады. Ләйлун, әл-ләйлу, захирун, әз-захиру, тибун, әт-тибу. Өйткені мына әріптер тағы да айтылған, мына 14 әріп шәмсияның әріпі, шәмсияның әріптерімен, шәмсияның мына әріптерімен басталған сөзге әлиф ләм қосылса, әл деп оның ләмі оқылмай қалады да, мына әріптер шәддәлі болып кетеді.
сәләмун деген әссәләму болатын сондықтан. Ал мына жақта болса екінші мына жерде мына 14 әріп та, мына 14 әріп та, мына араб алфавитінде ол 28 әріп бар ғой, қалған 14 әріп мына жақта. Бұл 14 әріпке мына 14 әріппен басталған сөздерге әлиф ләм қосылса, онда ләм оқылып орнында қала береді. Мысалға, джибалун әл-джибалу, бұл әд-джибалу болмайды, кәдімгідей әл-джибалу болады. Хамдун әл-хамду, халиқун әл-халиқу, алимун әл-алиму, ғафурун әл-ғафуру. Яғни мына әріптермен басталған сөзге әлиф ләм қосылса, онда әлді, әді, ләмді орнында қалады, оқылады. Өйткені мына әріптер қамарияның әріптері, қамар деген ай, айдың әріптері, ол ай деген ыстық өзі, сондықтан айдың әріптері де ыстық бола алмайды да, күйдір жүре алмайды деп түсінсеңіз болады, мысалға. Сондықтан бұл жерде барлығы ләм орнында қалып, солай оқылады, дұрыс оқылады. Баршасына түсінікті болды деп ойлаймын. Түсініксіз болса сұраңыздар, Алла Тағала жеңілдік берсін иншалла. Ва ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.